Сан ғасырдан бері қазақ елі сөз өнерін киелі санап, оны руханияттың өзегіне айналдырып келеді. Осы тұста Тараз қаласында қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет қайраткері Нарша Қашағанұлының 75 жылдық мерейтойына арналған тағылымды кеш өтті. Бұл басқосу тек еске алу емес, ел жадындағы елеулі еңбекті ұлықтаған рухани сәтке айналды. Сырлы сөздің сүйеліне айналған қаламгердің мерейтойлық шарасы Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында өтті. Жиында ақынның шығармашылығы насихатталып, әдеби мұрасы қайта жаңғыртылды. Әдеби орта өкілдері оның поэзиясын ұлттық руханияттың көркем шежіресі деп бағалап, қазақ әдебиетіндегі орнын атап өтті. Кеш барысында қаламгердің өмір жолы мен шығармашылық болмысы туралы естеліктер айтылып, замандастары мен әріптестері жүрек жарды пікірлерін білдірді. Ақын жырлары оқылып, сөзіне жазылған әндер шырқалды. Сонымен қатар оның өз даусымен оқылған өлеңдері негізінде дайындалған бейнеролик көрерменге ұсынылды. Ол кісі 62 жасында өмірден өтті, ерте кетті. Тамағынан алған ауру астма дейма, сол төбіне жетіп тынды ағамыздың, алтын ағамыздың. Бірақ ол кісінің өз өткенмен өмірден өлеңдері өмірде әлі сүріп жатыр. Бүгінгі мынау Шоқан Уәлиханов кітапханасында өтіп жатқан әдеби мәдени сазды кездесу сол кісінің құрметіне арналып отыр. Тараз төрінде өткен бұл кеш бір ақынның ғана емес, тұтас поэзия әлемінің рухын жаңғыртқан тағылымды басқосу болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, сөз қадірін ұққан ел үшін мұндай шаралар руханияттың алтын арқауы болып қала бермек. Қарақат Пәрімбек, Елдар Түстікбай, 24 Ньюс.